Осыдан 10-12 жыл бұрын Ресейдің рублі құлдыраған кезде адамдардың көбісі Ресейдің арзан көліктерін елімізге әкеле бастады. Содан кейін Америкада, Европада жүрілген шетелдік автокөліктерді Грузиядан, Армениядан тасыдық. Даудың басы Дайрабайдың көксері демекші, сол кездегі елімізге кірген жеңіл автокөліктердің барлығына үкімет 6 ай ішінде қазақстандық нөмірге рәсімдеуге мүмкіндік бере бастады. 2014 жылдан бастап Қазақстанның жолдарында кореялық автокөліктер жүре бастады. Қазіргі сәтте өздеріңіз білетіндей, Қазақстанның автокөлік нарығын 2 есе жылдамдықпен Қытай көліктері жаулап келе жатыр. Осыдан 5 жылдан кейін Қазақстанның жолдарында Африкада өндіріліп шыққан көліктер жүреді дегенге сенетін болсақ таң қалмаймыз. Әлі осыдан байқауға болады, Қазақстандағы автокөліктердің нарығы тұрақты емес екен. Жылдан жылға түрлі өзгерістер еніп жатқанына көз жеткізіп отырмыз. Қазақстанның автокөлік базарларында ескі көліктердің өтуі қиындап тұр десек те болады. Бір сөзбен айтқанда, сауда мәз емес. Дамыған мемлекеттерде ескі автокөліктердің барлығын аукцион арқылы сатып жатады, немесе шетелдерге жіберіп жатады. Ал сол шетелдерден мемлекеттерді алатын елдердің бірі Қазақстан. Қазақстан ол елдердің ішінде топ 1-ді алады десем де қателеспейтін шығармын. Ал базарлардағы ескі көліктердің саудасы неге жай? Қазіргі таңда адамдарда көптеген мүмкіндік бар. Кез келген автосалонға барсаңыз, сізге су жаңа көлікті 7 жылға жоғарғы пайызбен рәсімдеп береді, және ол көлік залогта болады. Адамдардың көбісі су жаңа машина мінгісі келеді. Алайда базарларда тұрған ескі көліктердің халықтың сатып алуға кей кезде қаражаты жетпей жатады. Ал енді құрметті көрермендер, армысыздар, бармысыздар? Менің есімім Дархан. Бүгінгі менің YouTube арнамда ерекше форматтағы шығарылым деуге есебінде болады. Мен Шымкент қаласындағы автокөлік базарына келіп, осындағы автокөліктердің жағдайын, бағаларын көрсетіп, және салыстырып бағаларын шағын ғана шолу жасағым келіп тұр. Видеоны көрмес бұрын, бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп қойыңыздар. Мүмкіндік болып жатса, комментария жазыңыздар. Ал ендеше мен бастаймын. You know I don't play right. Just give me the word, You know I don't play right. Don't give me this. I'm gonna get back when I feel like. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word, You know I don't play right. You know I don't play right. Don't give me this. I'm gonna get back when I feel like. Don't give me this. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word, Көрермендер, мен осы базарға азанда кіріп келатқан кезде есіктің алдында бір топ балаларды көрдім. Ол балалардың жұмысымен таныстым, және сол балалардың кішігірім сұхбатын сіздерге видеода көрсеткім келеді. Яғни ол жігіттер осы жерде жұмыс жасайды. Автобазардың дәл ішіне кірер алдында, осы қақпаның алдында жас жігіттер, мектеп оқушылары десек те болады, жұмыс жасап отыр. Бұл қандай жұмыс, не істейсіңдер деп өздерінен сұрап көрейін. Жігіттер, жалпы немен айналысасыңдар мына жерде? Қағаз сатамыз. Қағаз. Жалпы қағаздардың жарнамалық қағазы ғой, бағасын жазу. Қандай? Реклама. Бір қағаз нешеден? 150. 150-ден. Күніне нешеуін сатасыңдар өздерің? 40-50. 40-50, әр қайсысын 40-50-ден сатасыңдар ма? Бірден. Бұл жұмыс тек жексенбі күні, Қайсыншы класқа оқисыңдар? 7. 8-7. Ата-аналарың біле ме жұмыс жасап жатқандарыңды? Өздерің ұнай ма? Жігіттер, жұмыстан қашпаңдар, еңбектеріңдер. Осылай қазірден бастап еңбекке араласып, үлкен ер жігіт бола беріңдер. Осылай. Міне құрмет көрермендер, осылай жастайынан нәпақа тауып жүрген жігіттердің абыройы асқақтай берсін дейміз. Біз ары қарай видеомызды жалғастырамыз. Көрермендер, мен сіздерге Қазақстанның, жалпы қазақтардың ұлттық автокөлігі Тойоталардың бағасын көрсетем. Және Nexia автокөлігі нағыз жұмыс жасайтын автокөліктердің бағаларын салыстырып, нарықтағы бағасын сіздерге айтып жеткізіп көрсететін боламын. Видео ұнап жатса лайк басып, каналға қолдау білдіріп қойыңыздар. Ал мынау менің алдымда тұрған Nexia бір автокөлігі 1997 жылғы
қозғалтқыш күші 1,5, газ бар, бағасы 1 миллион 150 мың теңге деп тұр. Nexia 2 2017 жылғы, қозғалтқыш күші 1,6, бензин, газ жоқ екен, бағасы 2 миллион 400 мың теңге. Nexia 1 2005 жылғы, қозғалтқыш күші 1,6, бағасы 1 миллион 850 мың теңге. Газ жоқ, тек бензин. Қазақстанда көліктердің бағасы шамадан тыс қымбат. Санжар Боқаев деген кісіні білетін шығарсыздар. Осының жолында күресіп жатыр, қымбатшылықтың жолында. Сол Санжар Боқаев ағамызға Құдай қуат берсін. Ол кісіні осы жалпы машина саласында жүрген кісілер білет, таниды деуге де болады. Енді басқа елдермен салыстырғанда біздің еліміздегі көліктердің бағасы күрт жоғары. Оның бағасын түсіруге де болады. Nexia автокөлігі тағы да 2013 жылғы, бағасы 1 миллион 850 мың теңге екен. Toyota 40 автокөлігі 2008 жылғы, қозғалтқыш күші 3,5, бағасы 6,5 миллион теңге деп тұр. Toyota 40 автокөлігі 2007 жылғы, қозғалтқыш күші 2,4, бағасы 5 миллион теңге деп тұр. Toyota 50 автокөлігі 2017 жылғы, қозғалтқыш күші 2,5, бағасы 13 миллион. Міне алдымызда нағыз легенда автокөлік десек те болады. Toyota Carina автокөлігі нағыз жұмысқа жарамды, сенің бүкіл шаруаңды бітіруге көмектесетін шыдамды автокөліктердің бірі ғой. Менің сөзбен көптеген кісілер келіседі деп ойлаймын. Және менің алдымда тұрған 1996 жылғы Toyota Carina көлігі тұр. Қозғалтқыш күші 1,8, бағасы 2 миллион 400 мың теңге екен. Міне, бізде жасы 30-ға жақындап жатқан автокөліктер де сатылымда жүреді. Тағы да люкс Nexia деуге болады. 2014 жылғы 1,5 қозғалтқыш күші, бағасы 3 миллион 100. Бұлай қарасақ, міне полный өзінің родной краскасы, туған краскасы десек те болады. Міне осындай әдемі екі Nexia қатар тұр. Мынау қазіргі кезде ескі машиналардың өтпеуінің себебі қандай? Мен өзім ойымды айтайын, мен машина бүгін базарға алып келдім. Адамдармен сөйлескенде сондай неге келдім. Олар ақша жоқ, жетпей жатыр, жағдайымыз нашар дейді. Одан кейін жаңа машиналардың өтуі, ол банк бағдарламасымен 7 жылға беріп жатыр. Ол адамдарға тиімді болып, 10% төлеп, или болмаса рассрочка қалып алып жатыр да через банк. Ескі машинаға банк ортаға түспейді, наличка алуға халықта ақша прямой шықпай жатыр. Сол үшін ескі машина өтпей жатыр. Жаңа машинаға өкіметтен қолдау көп та, банктерден, баяғыда Каспий банктан ескі машинаға да не беретін еді, қазір оның жолын жаңартып қойды. Сол үшін ескі машиналарға Каспий банк қолдау көрсетпей жатыр. Сол үшін өтпей жатыр деп ойлаймын. Қазіргі таңда ескі машиналардың өтуі неге қиындап кетті? Халықтың бәрі жақсы машина мінгісі келеді ғой, бағасы қымбат, бірақ соған шығар, соған байланысты шығар. Енді қазір келешекте утиль деген бар, біздің басымызға бәле болған. Сол қалай ойлайсың, ол алына ма, алынбай ма? Алынады деп ойлаймын өзім. Халықтың бәрі соны қалап тұр ғой екен. Бүгін қайсыншы базар? Бірінші базар ма келіп тұр? Иә, бірінші базар. Қай жерден келдіңіздер? Сарыағаштан. Сарыағаштан. Ескі көліктердің өтпеуіне не себеп? Енді ескі көліктердің өтпеу себебі енді ол қазір мына нарық жағдайға байланысты. Және де мына халықтардың жаңағыдегі мынау барлық мынау қаражатының жаңағыдегі мынау қымбат көліктерді міне алмайтынының, одан кейін жаңағыдегі осындай орта қаз көліктерде сырт жақтан қаншама ағылып келуде. Мына Грузиядан, Армениядан, оңтүстіктен мына Қытай дүниежүзілік әлемдік рынокты жаулады мысалы. Сондықтан осындай рыноктың осындай кәдімгі өзіміздің мынау кейбір жаңағыдегі баяғы бренд көліктерімізді мінудің өзі бір не болып қалды деп ойлаймыз. Өйткені бағаны нақты түсіріп жіберді. Қытайдың көліктері сырттан ағылып кіріп жатқан жаппай көліктер. Енді жалпы солай деймін.
утилиз бар алынады деп ойлайсыз ба осы жерде? Жалпы негізінде утилиз бор басқа мемлекеттерде қарайтын болсаңыз, утилиз бордың несі өте төмен да. Мына бізде ол утилиз бордың не деп айтсақ болады, өте қымбатта, мұны халыққа өте тиімсіз. Сондықтан мына қаншама халықтың ол мынау бекерден бекер емес, мына жан айқайы. Шында да мен мынау қазіргі мынау халықтың осындай тұрмыс тіршілігіне мен утилиз борды мүлде алса деп ойлаймын енді. Халықтың жағдайына қарай. Неге десеңіз, өзі мына дамыған елдердің бәрінде утилиз бор деген ол минимальный, мизерный процентте. А бізде ол шарықтауда да. Сондықтан ол енді мен кәдімгідей ол утилиз бордың жаңағы алынуына мен тікелей қарсы, осы халықтың атынан мен де тікелей себеп. Енді сіз жаңағыдай сұрақ қойыңыз, енді сіз базарға постоянно күнделікті шығасыз ба деп. Мен күнделікті шықпаймын. Неге десеңіз, бұндай бағасы жоғары көліктерге онша сұраныс жоқ. Өйткені халықтың жағдайы да көтермейді, қалтасы да көтермейді. Сондықтан енді сәл төмендеу вариантты машиналар болса, предлагать етіп, мен негізі көлікті келемді тастап кетемін болды. Өзі сол телефонмен хабарласады. А былайша енді мен базардан былай өтеді деп енді үміттенбеймін. Енді сол варианттармен көреміз. Жалпы халықпен біргеміз, халықтың тұрмыс тіршілігі, жағдайы, жалпы мынау жаңағы утилиз бор деп айтып жатыр ғой. Утилиз борды да басқа да мынау өзіміздің көлікті де өзімізде құрап шығарса да, жаңағы осы мынау басқа елдерде бар ғой, мысалы мынау Өзбекстанда да кезінде дайы нелерді мысалы бізде не алғанда сондай сияқты жаңағы кішкене өзіміз құрап шығаратын болсақ, осындай жаңағы бір-екі бізден Қазақстаннан алатындай сондай жағдайға жеткізсек, біздің халықтың жағдайы жақсы болар еді. Шында да неге бізден алып кетпейді, неге біз басқа жақтан тасуымыз керек деген сияқты әңгімеде. Біз өйткені басқа жақтан Армения, Грузия, жаңағы Дубайымыз бар, Қытайымыз бар, Корея елінен неге біз жан жақтан тасимыз да, біз барлық елден тасып жатырмыз. Неге бізден тасымайды деген сияқты сондай бір кішкене бір енді осы халықтың атынан сондай бір үндеу деп ойлаймын енді. Сондықтан енді аман болыңыздар, еліміз, жұртымыз тыныш болсын, аман болсын, бай қуатты болыңыздар. Ал енді құрметті көрермендер, Шымкент қаласындағы авторынок қой, базар. Бұл жерде барлығы ескі көліктер де бар, жаңа көліктер де бар, және көбінесе ескі көліктер өте көп. Өздеріңіз ойларыңызда іздеп жүрген бір миллионға, 900 мыңға, миллион жарымға іздеп жүрген көліктер болса, осы жерден көріп таба аласыздар. Және ең көп автокөлік Nexia автокөлігі. Шек жоқ. Барлық жерде Nexia автокөлігі бар. Және бұл базарда бір байқағаным, жақсы өтіп жатқан дүниелер, семечка, пирожки, мұздай су, мынандай ыстықта мұздай су ішпесең болмайды. Ыстық тамақтар, салқын тамақтардың бәрі өтіп жатыр. Өтпей жатқан еш нәрсе жоқ деп айта алмаймыз. Адамға керек тағамдардың бәрі өтіп жатыр, бірақ ескі көліктердің жағдайы мәз емес, алып жатқан халық аз десек те болады. Ал енді құрметті көрермендер, видеомыз осымен тәмам болды. Видео ұнаса, қызықты болса, пайдалы болса, керекті бір ақпаратты ала алған болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп қойыңыздар. Осымен біздің видеомыз бітті. Қош, сау, аман болыңыздар.